Армысыздар, қымбатты телекөрермен, эфирде көзбе-көз сөзбе-сөз бағдарламасы, оның тізгіншісі мен Аружан Ерланқызы. Бүгін бізде қонақта Қызылорда қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Бейбіт Бидаш. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыздар ма? Бейбіт мырза, енді өзіңізге белгілі Конго-Қырым геморроидалық қазбасы арқылы сіздер біршама жұмыстар атқарып жүргендіктеріңіз белгілі. Осы тұста алғашқы сұраққа кетсем, Қызылорда қаласының әкімшілік аумағында Конго-Қырым геморроидалық қазбасының таралу деңгейі қандай, соңғы жылдардағы ахуал қалай? Статистикаға тоқталсаңыз. Жалпы биылғы жылы 25 жылы бізде эпидемиологиялық ахуал тұрақты қала бойынша. 23 жылғы көрсеткіш бойынша бізде қала көлемінде, қала аумағында 13 жағдай Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы анықталған болжам жағдай тіркелген болатын. Оның бір жағдайы клиникалық зертханалық жолмен расталды. 24 жылғы жағдайға келсек, 6 жағдай болжам жағдай болып тіркеліп, оның 3 жағдайы клиникалық зертханалық жолмен расталды. Биылғы эпидемиологиялық маусымда жалпы 2 болжам жағдай тіркелді қала бойынша. Оның екеуі де зертханалық жолмен нақтыланған жоқ, расталған жоқ, соған сәйкес диагнозы басқа диагнозбен ауыстырылды. Нақты жағдай болған жоқ биылғы. Енді аурудың таралуы бойынша ең қауіпті аймақтар анықталды ма? Бізде жалпы соңғы 3 жылда қауіпті аймақтар есептелетін аймақтар және соңғы 2 жылда осы кененің залалды кене анықталуына байланысты сол аймақтар қауіпті аймақ болып есептеледі. Жалпы қала бойынша бізде 8 қолайсыз елді мекен анықталып, сол бойынша анықталды биылғы. 8 қолайсыз елді мекен бар. Олар жаңа осы қала аумағында, қала және қала аумағындағы елді мекендер. Атап өте аламыз ба? Атап өткенде ол Тасбөгет кенті, осы Тасбөгет кентіне қарасты саяжайлар бар. Және Абай ауылы, Досан ауылы, Талсуат ауылы, жақтағы жаңағы кешегі Қызылжарма ауылы, солар сияқты ауылдар бізде. Белкөл кенті, солар бізде қолайсыз аймақ болып анықталып, солар жұмыстар жүргізілді биылғы таңда. Залалсыздандыру жұмыстары бойынша қандай шаралар атқарылып жатыр енді қазір? Жалпы бізде жылда жоспарға сәйкес осы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасына алдын алу және профилактикалық жұмыстар жүргізу бойынша қала әкімінің қаулысы бекітіледі. Осы қала әкімінің қаулысына сәйкес осы анықталған қолайсыз елді мекендерде осы көктемгі және күзгі кенеге қарсы өңдеу жұмыстар жүргізіледі. Осы қаулысына сәйкес одан бөлек біз биылғы жылы өздеріңізге белгілі көктемгі кенеге қарсы өңдеу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Оны бізде 2 мекеме жүргізді. Ол арнайы санитарлық қорғаныс аймағы деп жатамыз, елді мекендердің тыс жерлерде, оны бізде ұлттық сараптама орталығы жүргізді. Және елді мекеннің ішіндегі қораларды және мал бастарын арнайы мердігер мекеме анықталып, сол мекеме жүргізілді. Дезсервис Ақтөбе деген мекеме жүргізілді. Арнайы кролин деген препаратпен жүргізілген болатын биылғы жылы. Оның тиімділігі бізде арнайы қала әкімінің өкімімен жұмысшы топтар құрылып, тиісті мекемелер мамандар қосылып, соған сәйкес тиімділігі де бақылауда ұсталды биылғы жылы. Енді жаңа айтып жатсыз, арнайы препараттар құрылды деп. Қандай препараттар, ол препараттар қай жақтардан алып келінеді, яғни улау барысында? Негізі препарат жаңа мердігер мекеменің препарат кролин 5 деген препарат 5%. Және бұл жерде тағы айта кететінім дельтаметрин және фаворит препараттары, бұл жаңағы ұлттық сараптама орталығын пайдаланатын препараттар. Сол препараттармен өңдеу жұмыстары жүргізілді. Енді осы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасына көбіне тұрғындардың қай топтары жиі шалдығып жатады? Жас ерекшеліктері? Конго-Қырым геморрагиялық қызбасына жалпы осы қолайсыз елді мекендерде орналасқан жаңа шаруа қожалықтары деп айтып жатамыз. Малмен айналысатын және егін шаруашылығы айналысатын, сол жердегі тұрғындар болмаса мал бағумен айналысатын тұлғалар, адамдар, ересек адамдар көбіне шалдығады. Және де тағы бір айта кететін жағдай, именно осы жағдайда сыртқа, саяжайға, басқа да демалыс орындарына барып демалған кезде де осындай кене шағулар бойынша тіркеліп жатады аурулар.
Осы мал бағатын енді тұрғындарға, яғни егелеріне арнайы ескертулер жасайсыздар ма? Өздері жаңағы алдын ала улау жұмыстарын жүргізу деген секілді. Жоқ, бізде жалпы жаңа айтып кеткен 8 қолайсыз елді мекендер бойынша, қолайсыз аймақтар бойынша жаңа айтылған мекемелермен және жеңіп алған мердігер мекемемен арнайы улау жұмыстары жүргізіледі. Елді мекен сыртқы беті, санитарлық қорғаныш аймағы және қоралармен жаңа мал бастарын. Ал қолайлы елді мекендер бар ғой бізде, олай кене анықталмаған, болмаса ауру сырқау анықталмаған елді мекендердің тұрғындары өз қаражат есебінен мал бастарын және қораларын улау жұмыстарын жүргізсе болады. Біздің тарапымыздан, басқарма тарапынан міндетті түрде кез келген елді мекенге барғанда, болмаса осы қолайсыз елді мекенге барғанда түсіндірме ақпараттық жұмыстары, осы конго-қырым геморроидалық қызбасын алу мәселелері барлық қамтылып, семинар сабақтар және түсіндірме жұмыстары мамандармен жүргізіледі толыққанды. Енді осы конго-қырым геморроидалық қызбасының таралуы маусымдық сипатқа ие ма? Егер ие болса, аурудың өршу кезеңдері көбіне қай уақыттарда басталады? Жалпы бұл конго-қырым геморроидалық қызбасы маусымдық сипатқа ие ауру болып табылады. Бұл жерде көктем күз айларының аралығы, яғни наурыз және қыркүйек айларының аралығында маусымдық сипатқа ие болады. Осы аралықта бізде аурушаңдық тіркеліп жатады. Енді қазіргі таңда өзіңізге айтып кеткендей, бізде қала бойынша, жалпы қала және қалалық елді мекендер бойынша 356 тұрғын медициналық көмекке жүгінген кене шағумен қазіргі мағлұмат бойынша, және ол бойынша бізде тиісті шаралар жүргізіледі. Эпидемиологиялық осы анықталған кене шағумен жүгінген науқастар, бұларды міндетті түрде тиісті медициналық мекемелерге, аумақтық медициналық мекемелерге қаулы беріледі. 14 күн осы кене шаққан адамдар бақылауда ұсталынады. 14 күн бойы бақылауда ұсталынып, ары қарай осы ауру сатысы өршіп кетпес үшін. Енді осы жалпы аурудың халық арасында таралуын болдырмау бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстары қаншалықты жиі жүргізіледі сіздер тараптан? Біздің тараптан жаңа өзіңізге айтқандай, біз міндетті түрде елді мекендерді мамандармен аралаймыз. Санитарлық ағарту жұмыстары жүргізіледі. Осы аурудың алдын алу бойынша және елді мекендердің қора қопсықтары бойынша, енді сол жерде орналасқан мал қораларының егелеріне, осы механикалық тазалау жұмыстарын жүргізуде, барлығын кененің алдында, улаудың алдында механикалық тазалау жұмыстарын жүргізу керек. Сол бойынша бағыт-бағдар беріледі. Ауылдық елді мекендердің әкімдіктеріне хат жолданады. Сол бойынша ауылдық елді мекен әкімдері жұмыс жасайды, әкімдіктері. Және бақ өкілдері арқылы брифинг өткізіп жатамыз, семинарлар беріп жатамыз, және медицина қызметкерлері арасында біз ол күнделікті жұмыс барысынан түспейді, және семинар, сабақтар, әртүрлі түсіндірме жұмыстар осы конго-қырым геморроидалық қызбасын алдын алу мәселесі бойынша медицина қызметкерлері арасында семинар өткізіп, және осының қорғану шаралары, медицина қызметкерлерінің действиялары, жаңа өзінің атқаратын жұмыстары жөнінде толыққанды жұмыстар жүргізіледі. Және енді жаңа айтып кеткендей, мекемелермен қала әкімінің өкіміне сәйкес біздің осы улауға дейінгі жұмыстар жүргізіледі, механикалық тазалау жұмыстары жүргізілу мәселесі, және осы улаудан кейін тиімділігін бақылау жүргізіледі. Тиімділік бізде жалпы қазір қалада 90%-дан жоғары болу керек улаудың тиімділігі. Қазіргі таңда біздің кешегі улаудың қорытындысымен 2 кезеңде улау жүргізілді бізде. Соның қорытындысымен 95% болып тұр қазір улаудың қорытындысымен тиімділігі. Былтырғы жылы бізде анықталған 85-87%. Ол бойынша қайтадан мердігер мекемеге хабарласып, біз қайтара улау жұмыстарын жүргіздік, и соның нәтижесімен тиімділік жоғары болды. Енді осы жаңа айтып отқан улау жұмыстары жүргізіліп жатыр деп жатсыз. Осыған байланысты конго-қырым геморроидалық қызбасының аясында жалпы қанша қаражат бөлінеді? Жалпы бізде қаражат облыстық және республикалық бюджеттен бөлінеді. Бізде менде қазір мына жерде мәлімет бар. Көріп айтып жатсам рұқсат болса, бізде жалпы республикалық және жергілікті бюджеттен облысқа 267 миллион 207 мың теңге бөлінген. Оның бізге қалаға жалпы
10 миллиондай шамасында бөлініп тұр. Осы улауға. Бұл улаудың негізгі қаражат есептелінетіні бұл сол елді мекендердегі қоралардың саны және буферлік аумақ деп жатамыз, санитарлық қорғаныш аумағының жаңағы көлемі және сол мал басына сәйкес осы анықталады қаражаттың есебі. Қаншалықты жұмсалынады сол бойынша. Жыл сайын яғни өзгеріп тұрады. Жыл сайын өзгеріп тұрады, Рахмет. Енді осы алдын алу, ауру ошағын алдын алу, бақылау үшін қандай қосымша ресурстар қажет? Мысалы, зертханалық жабдықтар, дәрі-дәрмектер немесе мамандар тапшылығы деген секілді. Бізде қосымша ресурс, жалпы бізде толыққанды барлық мамандар жеткілікті. Мамандар толыққанды жұмыс жасайды. Зертханалық зерттеулерде жаңа қажетті заттары, қажетті көлемде барлығы жеткілікті облыс көлемінде. Сол бойынша жұмыс атқарылады. Бізде қазір қажеттілік жоқ. Енді өзіңіз осы санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы ретінде бұдан бөлекте қаладағы санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қандай нормативтік құқықтық актілерді қолданасыздар? Бізде жалпы нормативтік құқықтық актілер өзіміздің санитарлық сала бойынша барлық нормативтік құқықтық актілер пайдаланады. Яғни бұл жерде жаңағы санитарлық талаптардың сақталуы деп жатамыз. Жаңағы сыртқы дүкендерге, базарларға және осынау қоғам тамақтану орындарына, балабақшаларға, медициналық ұйымдарға қойылатын талаптар бар. Сол талаптардың барлығы қолданады. Бізде қазір енді халықтың тұтынып отырған жаңағы өнімдеріне барлық талаптары бар. Және айтып кетейін дегенім, мынау радиотехникалық объект деп жатамыз, РТО. Ол жаңағы халықты интернет желісімен және мобильді жүйемен қамтамасыз ету бойынша, сол бойынша да бізде талаптар бар, арнайы санитарлық талап бар, сол бойынша жұмыс істелінеді. Және осы әртүрлі өнімдерге байланысты санитарлық талаптар бар, соның барлығы бізде қолданады. Және әкімшілік рәсімдік процесс кодекстерді пайдаланамыз, осы біз кәсіпкерлік кодекспен жұмыс жасаймыз, барлық талаптарды біз қолдана жұмыс жасаймыз. Енді осы қазір тұрғындардың тұтынып жатқан өнімдері өте өзекті мәселе ғой. Осы тұста азық-түлік өнімдерін тексеруді қалай жүргізесіздер? Көбіне анықталған жағдай, әкімшілік хаттамалар қалай толтырылады? Бізде жалпы қазіргі таңда осы өнімдерді қауіпсіздігін тексеру аясында мемлекеттен, біздің комитеттен арнайы қаражат бөлінеді ай сайын. Біз осы сатып алу жұмыстарын жүргіземіз. Яғни тағамдық және тағам емес өнімдерді сатып алу жұмыстарын жүргіземіз. Жаңа айтып кеткен ұлттық сараптама орталығын өткіземіз. Сынамаларды ай сайын жоспарға сәйкес сол жұмыстар жүргізіліп отырады. Яғни осы тағам және тағам емес өнімдердің сапасы бақыланып отырады. Біздің басқарма тарапынан соған сәйкес біз анықталған кемшіліктерге сәйкес сол дүкен егелеріне жедел ден қою шараларын береміз. Яғни сол сапасы төмен анықталған өнімдер бойынша оны саудадан алу жөнінде және мүлде сатпау жөнінде біз жедел ден қою шараларын ұйымдастырамыз. Одан бөлек енді бізде мониторинг аясында ауыз су сапасы тексеріледі қалада. Одан бөлек сыртқы қаланың аумағында атмосфералық ауалар тексеріледі, топырақтар тексеріледі, топырақ және қазір енді өздеріңіз білесіздер, жаз айлары күн ыстаған сайын сырттан келетін көкөніс жемшидегі өнімдері бар және басқа да тағамды өнімдер бар. Соларды жыл сайын акция ұйымдастырамыз. Соның экспресс-мет деп атаймыз, жедел анықтау әдісімен құрамдағы нитрат өнімдерін және органолептикалық қасиеттерін және сүт тағамдардың өнімдерін біз солар жедел анықтау жұмыстарын жүргіземіз. Енді бұл айтып отқаныңыз дүкен сөрелеріндегі жағдайлар ғой. Бұдан бөлек базар аумағындағына тоқталайықшы. Өзімізде рейд барысында бірнеше кәсіп иелерін байқаған болатынбыз. Тауық қанаттарының ашық тұруы деген секілді. Осы туралы не айтасыз? Бұл жақта тексеру жұмыстары қаншалықты жиі жүргізіледі? Жоқ, бізде қазір тексерулердің негізгі түрлері бар. Бізде тергеп тексеру бар. Және бармай профилактикалық бақылау деген бар, бару арқылы профилактикалық бақылау деген бар, және талаптарға сәйкестігін тексеру, және арыз-шағым жоспардан тыс тексеру деп айтып жатамыз. Бізде қазір көбінде жүріп жатқан қандай да бір тіркелген аурушаңдық бойынша, болмаса тағамнан улану бойынша тергеп тексеру жұмыстары жүргізіледі басқармамен. Одан бөлек
бармай профилактикалық бақылау дегеніміз сырттай бақылаймыз. Оның құжаттары бар, басқасы бар, соларын бақылап, сол сырттай бақылап тексеріп отырамыз, бірақ бармаймыз. Бару арқылы профилактикалық бақылау дегеніміз сол нысанға барып, соның санитарлық талаптарға сәйкестігін тексереміз. Және жоспардан тыс тексеру деген ол осы түскен арыз шағымдарға байланысты және басқа да жағдайларға байланысты жоспардан тыс тексеру жүргіземіз. Енді базар аумағында ондай бізде бұған қазіргі таңда ешқандай тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Енді осы жаңа айтып жатсыз, халықтың, оның арасында тұтынушылардың арыз шағымы көбіне қандай жағдайда арыз шағымдар келіп түседі сіздерге? Бізде түрлі жағдайда арыз шағымдар келіп түсіп тұрады. Ол міндетті түрде e-өтініш ақпараттық бағдарламасы арқылы түседі, же болмаса жазбаша түрде түсіп жатады. Сол жазбаша түскен өтініштерді, арыздарды біз міндетті түрде e-өтінішке тіркейміз. Және біздің салаға, және біздің санитарлық салаға бойынша ішінде көрсетілген уәждер бойынша тиісті шаралар, жұмыстар жүргізіледі. Біздің салаға қатысы жоқ сұрақтар бойынша біз тиісті сол сұраққа жауап беретін мекемелерге жолдаймыз. Олардың жаңа айтып кеткенімдей, әкімшілік рәсімдік кодекске сәйкес құжаттар толыққанды тексеріледі. Ішіндегі дәлел құжаттары, толыққанды фото, видеолар көріледі. Егер ол дәлел құжаттар болмаған жағдайда біздің басқармамен ол кісілерге ақылға қонымды уақыт беріліп, сол құжаттарды түгелдеуге ұсыныс береміз. Ол құжаттар түгелдемесе біз кері қайтарамыз. Егер толыққанды құжаты түгел болса, біз арнайы жаңа айтып жатыр, прокуратура органдарына тіркелу арқылы сол нысанға болмаса сол берілген кемшіліктерге сәйкес тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Анықталған кемшіліктерге байланысты тиісті әкімшілік шара көріледі, не болмаса ары қарай қауіптілігіне байланысты сотқа жолданады. Енді Бейбіт мырза, осы тұста мысал келтіре кетейікші. Жалпы бізде қазіргі таңда балабақшалар өзекті мәселе. Бұл өңірімізде ғана емес, жалпы облыстар арасында да өзектілігін жоймай тұр. Осы тұста балабақшадағы санитарлық талаптар қалай сақталу керек, ас мәзірлері ілініп тұру керек деп жатады, бірақ бізде көбіне балабақшаларда ас мәзірінің ілінбеуі орын алып жатады. Осы тұста осыған тікелей тоқтала кетсеңіз. Енді бізде жаңа өзіңіз айтқандай біз қазір бұған дейін президенттің жарлығы болатын кәсіпкерлік нысандарды тексермеу мәселесі барлығы. Содан сол жарлық қазір күшін жойды, алайда бірақ бізде қазір арнайы тексеру жұмыстары жоқ, бірақ жоспардан тыс тексеру жұмыстарын ешкім тоқтатқан жоқ. Арыз шағымға сәйкес біз тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Қандай да бір осындай балабақша болсын, болмаса мектеп ғимараты болсын, соған түскен арыз шағымдар болатын болса, біз тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Әрине сол уақытта біз тексеру жұмыстарын жүргізген кезде жоспардан тыс жаңағы сіз айтқан кемшіліктер, жаңағы ас мәзірінің ілінуі және ішіндегі тазалық жағдайы, болмаса ыдыс аяқтарының, болмаса қолданылатын заттарының, төсек орындарының кемшіліктері кездесіп жатады. Сол бойынша тиісті шара көріледі. Арнайы біз барып қазір тек арыз шағыммен ғана тексеріп жүрміз. Осындай. Әрине бізде балабақшалардың барлығы кейде осындай арыз шағымды түсіп жатады. Ол бойынша тексеріс ұйымдастырылып, сол мекеменің лауазым тұлғасына, болмаса сол жауапты тұлғаларына тиісті шаралар көріліп, арғы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Негізі қандай талаптар қойылады енді санитарлық балабақшаларға? Бізде сол кез келген балабақша болсын, болмаса мектеп ғимараты болсын, территорияға кіргеннен бастап талап қойылады. Сыртқы тазалығы, мысал келтіре кетсек, қоршаулары болу керек, міндетті түрде қоршау бүтін болу керек, сыртқы жаңағы мусор салатын ящиктер деп жатамыз, солар болу керек. Ішіне кірген кезде ішкі тазалығы, жарықтандыру деп жатамыз, жылу деп жатамыз. Және төсек орындарының тазалығы, жылына бір рет дезинфекциялық камерадан өтуі, сосын өндірістік бақылауға отыруы, өйткені ол өндірістік бақылау дегеніміз, ол сол мекеменің күнделікті тұтынып отырған тамағы және ауыз суын өздерінің есебінен, арнайы лицензиясы бар сараптама орталықтарымен келісім шарт арқылы тамағын ай сайын, болмаса кварталынан бір рет баланың тұтынып отырған тамағын тексерту мәселесі. Сол құжаттары көріледі, міндетті түрде сол талап етіледі бізде. Жалпы санитарлық талаптар сәйкес бәрі талап етіледі. Ішіндегі жаңағы балалардың ойыншығына дейін арнайы талап бар. Және солардың балалардың тұтынып отырған заттары бар. Я болмаса төсек орындары, кроваты, жататын орын, отыратын орындығына дейін әрқайсының өзінің есептелген көрсеткіштері бар. Сол бойынша талапқа сәйкес келу керек негізінде. Ішінің әжетханалар бойынша,
енді көбінде жаңа кездесіп жатқан айтып жатқанымыз кемшіліктер бізде ас мәзірі бойынша және мынау тағамдардың 2 тәулік сақталмау мәселесі. Иә, қазір тем более жаз мезгілі дейсіз ғой енді. Сынамалар міндетті түрде сақталу керек холодильникте. Сол тұру керек, сол мәселе көбінде қалып кетеді жайттан. Мынау енді қызметкерлердің де күнделікті жаңа медициналық осмотрдан өтуі, сол мәселе бар, міндетті түрде қаралады. Және іштегі асхана қызметкерлерінің арнайы киім-кешекпен қамтылуы, соның барлығы міндетті түрде қаралып, жұмыстар жүргізіледі. Бейбіт мырза, енді басқарманың алдыға қойған міндеттері туралы айта кетсеңіз. Жалпы енді біз санитарлық сала бойынша біз өзіміздің осы аурушаңдықтың алдын алу біздің жалпы өзіміздің жұмысымыз, және осы аурушаңдықты болдырмау мәселесімен жұмыс жасау, және осы жалпы қала бойынша санитарлық ахуалдың және эпидахуалдың тұрақты болу мәселесі бізде күнделікті жұмыс несінен түспейді. Ала қойған мақсаттарымыз сол жұмысты ары қарай жандандырып, осы жұмыстарды атқару басқа. Рахмет. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға тұшымды жауап бергеніңізге алғысымыз шексіз. Рахмет сіздерге де. Қымбатты телекөрермен, осымен көзбе-көз сөзбе-сөз бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.